Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Бүгінгі білім күніне сабағына қош келдіңіздер. Білімді мыңды жығады, білекті бірді жығады де. Әрине бүгінгі мейрам бізде ерекше күн. Сол үшін сіздерге алғашқы қоңыраудың салайық. Бүгінгі бізде сынып сағатымыздың тақырыбы, құрметті оқушылар, саналы ұрпақ, жарқын болашақ. Соның ішінде 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарға берілген тақырып өзіме қажет, елге қажет. Бұл тақырып бізде кеңінен қарастырылып отыр. Енді ол тақырыпта біз қарастырамыз, кеше ғана өтіп кеткен. Қандай күн болып еді бізде? Конституция күні. Ол неше баптан, қанша бөлімнен тұратынын біз жақсы білеміз. Алдыңғы сабақта бір видеоға жазып мен сіздерге жібердім, иә? Одан кейінгі екінші сабағымыз бізде сіздерде жемқорлық туралы болатын. Сол жемқорлық туралы мен сіздерге дайын видео сабақ жазып жібердім. Сол жіберілген сабақ бойынша бізде бір-екі оқушыларымыз бар. Солардың ең алдымен тапсырмаларын тыңдап алайық. Так, бірінші оқушы Әлем. Бастай қой. Әлем бар ма? Так, Әлем, Әлижан, бастай берғаны. Әр атана өнеге берсін балаға, тәрбиесіз шоқ жұлдызда жанама, адалдыққа, даналыққа үйретсін, жолдан таймас ар болғансын санада. Тамаша. Келесі бізде Әмирдің орнына Әділ айта ғой. Микрофон Өшіп тұр ма? Айзере. Сәбит қызы Айзере. Айта ғой. Қазақ елі байтақ болсын десеңіз, жемқорлықтың жолын бірге кесеміз, сонда ғана жер гүлденер, ер байып, сонда ғана жарықтаймыз, өсеміз. Өте тамаша. Келесі оқушымыз Жұлдыз айта ғой. Жұлдыз, Бекенова Жұлдыз, қайдасың жаным айта ғой. Еменді себелте туған мен, білді бемін тезімімді жыбан мен, жолым мен елбасымның жібейік, жемқорлыққа жол жоқ деген ұбан мен. Өте жақсы балалар, рахмет. Сол жемқорлық дегеннен қай тілден кірген, қандай мағынаны білдіреді, қандай белгілері бар, жемқорлықпен қандай адамдар айланысады, оны айланысқаннан кейін оған қандай қылмыстық іс қозғалатынын барлығын сіздерге түсінікті қылып жібергенмін, бәріміз қарап өттік. Биылғы оқу жылында енді осындай бір індет пайда болып, ойламаған жерден осындай қашықтыққа көшіп отырмыз. Бірақ та осы жағдайда барлықтарыңыз жеңе аласыздар, өйткені оның дәлел ретінде сіздер маған 4-ші тоқсанда көрсеттіңіздер. Биылғы жыл енді өзгеше жыл, өйткені атаулы жыл деп айтуға болады. Неге? Өйткені биылғы Әбу-Насыр әл-Фараби атамыздың биылғы 1150 жылдығы. Осы Әбу-Насыр әл-Фараби атамыздың мына бір сөзін айтқым келіп тұр сіздерге. Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі дейді. Өте жақсы айтылған сөз, Осы сөздің мағынасын қалай түсінеміз, Аяжан? Мен білім болмайды. Ең бірінші адамда бір жүрегінде тазалық болу керек, тәрбие болу керек. Сол білімді келешекте қолдана алатындай. Осы сөзбен барлығымыз келісеміз, Даниял? Расында балалар, адамға бірінші тәрбие керек, Тәрбиесіз берген білім ішкен умен тең дейді. Тәрбие әрине, ол ең бірінші ата-ананың генінен келеді, отбасынан келеді. Жақсы, келесі бізде биылғы 175 жыл қандай дата бізде?
Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы туылғанына. Енді осы уақытқа дейін біз 3-ші тоқсанның басында Абай атамыздың 175 жылдығына байланысты бір сынып сағаттарын өткізгенбіз. Өте жоғары деңгейде өткізіліп, топпен жұмыс жасап, сіздер өз білімдеріңізді көрсеттіңіздер. Абай адамның адамшылығы ақыл дейді, ғылым. Жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады дейді. Адамның адамшылығы. Осы сөзді қалай түсінеміз, Әлижан? Айта ғой. Біздің өзіміздің ең бастысы ол біздің өзіміздің ата апаларымыз, ол біздің өзіміздің ана мен әкелеріміз, ол бізге өзімізді өсіріп, бізді тәрбиеге үйретіп, біздің болашағымыз жақсы болу үшін бәрін істейді. Өте жақсы ой, өте тамаша, рахмет, Әлжан. Бізде Абай атамызда қанша қара сөз жазып еді? Неше қара сөз бар? 45. 45, Так, кім қара сөз өлеңдерінен бір үзінді келтіре алады? Жақсы, жарайды. Бізде міне Абайдың өмірі туралы қызықты деректер берілген. Сосын мен сіздерге видео сабақ ретінде жіберетін боламын. Күллі әдем баласын қорғылатын 3 нәрсе бар дейді. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші зұлымдық. Осы 3 нәрсе адамның жақсы қасиетін, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Бұл сөзге қарасақ, балалар, ең бірінші, шынымен де не туралы айтып тұр бізде? Надандық. Надандықтың алдын алу үшін біз қайту керекпіз? Білім алу керекпіз, Қазіргі жағдайда қашықтан оқыту барысында әр оқушы өзін көрсете алады. Ол өз бетімен, өз еркімен, өзін өзі қайтеді, дамыта отырып қайтеді, өзін жеке тұлға ретінде қалыптастырады. Екінші еріншектік дейді. Еріншек болма, жалқау болма. Өзіңе берілген міндетті орындап болғаннан кейін, жоспарлы түрде қалған уақытыңды тиімді пайдалана біл деген сөз. Үшінші зұлымдық. Ешкімге ешқашан зұлымдық үстемдік етуге болмайды. Адамда адами көзқарас, гуманитарлық көзқарас, адамгершілік сезім басымырақ болған дұрыс дейді. Өйткені барлық жер шарындағы адамның баратын жері бір жер. Мейлі бай бол, кедей бол, бүкіл әлемді басқарып тұрған билеуші бол, бірақ бәрібір түбінде баратын жерің бір жер. Сондықтан бір-біріне үстемдік етуге, бір-біріне зұлымдық көрсетуге әсте болмайды дейді. Адамның ең жақсы қасиеті ыстық қайрат дейді. Нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Жылы-жылы сөйлесең, жыланның не шығады деген бір сөз бар, Өте жақсы. Сонда адам жылы сөзбен, мейірімділікпен, қарым-қатынаста болған дұрыс дейді. Сонда ғана сенің алдыңда нұрлы жол көрінеді дейді. Қандай жақсы жинақ сөздер айтқан, құрметті оқушылар, Енді 3 нәрсе адамның қасиеті деп жаңағыны талқылап өттік. Енді келесі, сенбе жұртқа ұрсада қанша мақтап, әурет еді ішінде қулық сақтап дейді. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Мына сөзге қарайықшы. Еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Әлинұр, айта қойшы, мына сөзден не түсінуге болады? Әлинұр. Сенбе жұртқа тұрсада қанша мақтап, әурет еді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Мағынасы қандай? Ол бүкіл адамдар сен мынандайсың деген сөздеріне сенбей, тек өзіне ғана сеніп, өз мақсатына еңбек пен ақылмен. Өте жақсы, Тура мына осы Абай Құнанбаевтың ақылиялы сөзі тура қазіргі жағдайда бізге келіп тұр. Тек қана өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Еңбектене білсең, әрбір мұғалімнің, әрбір пән мұғалімнің жіберген сабақтың жол картасы бойынша өзің еңбектене отырып жұмыс істесең, ақылың бен еңбегің екі жақтап сені алып шығады дейді. Өте жақсы, құрметті оқушылар.
бүгінгі сынып сағатымыздың соңғы мәресіне де келіп жеттік. Қысқаша жаңағы оқушылар өздерінің тақпақтарын айтып өтті, басындағы не бойынша, иә? Өте жақсы қатыстық, рахмет. Қазіргі кезде бізде міне 23 оқушы қатысып отырмыз. Сонымен құрметті оқушылар, бүгінгі білім күні құтты болсын. Биылғы оқу жылы жемісті де жеңісті жыл болсын деп тілеймін. Ең бастысы денсаулық, бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Ауырмайық, тек қана білім алу, үйрену, өзіңді жеке тұлға ретінде қалыптастыру тек қана өзіңнің қолыңда екенін ұмытпа. Осы уақытқа дейін мен сіздерге қашықтан оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін, қалай ұйымдастыруға, қалай жоспарлауға болатынын қысқаша ғана видео түсіріп жіберіп отырдым, иә? Соны көріп, өздеріңіз уақыттарыңыз болғанда көріп, қадағалап, мен сұрақтар, сауалнамалар жібергенде соған міндетті түрде жауап қайтарып отырыңыздар. Бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Енді балалар, бүгінгі сынып сағатын қорытындылау ретінде келесі мен сөз кезегін беремін. Елжан, айта ғой. Марттан бастап бір-бірімізді көрмедік, иә? Енді түрімізді көріп, бір-бірімізге жақсы тілек сөз айтайық, қана айта ғой. Елжан. Немесе тағы кім айтқысы келеді, айта қойыңдар. Елжан қайдасың? Елжан. Мила, түрін көрсетсең жақсы болар еді. Жасымин, айта ғой. Бүгінгі мейрамға құттықтау сөзің. Құттықтау сөзіңді айта ғой. Қандай тілек сөз айтасың? Айта ғой. Мила. Дауысы бәрі жақсы естіліп тұр, иә, сіздерге, балалар? Жоқ, кейбір жерінде. Дұрыс емес, иә? Жақсы. Дина, айта ғой, бүгінгі сабақты қорытындылайықшы. Бүгін немене қысқаша ғана қайталадық? Қандай нәрселерді қайталадық? Біз бүгін Конституция туралы, Абай туралы, Әбдінашар туралы қайталадық. Білім күні туралы бізде сынып сағаты болды. Біз бір-бірімізді март айынан бастап көрген жоқпыз. Мектепке барғымыз келген 6 сыныпта, бірақ жағдай басқалай болып шықты. Бәріңізге денсаулық, мектепті 5-ке бітірулермен тілеймін. Тамаша. Келесі, Даниял айта ғой, Даниял. Біз өзімізді марттан бастап көрген жоқ болсын, осындай көп уақыт, енді осы уақыттың ішінде біз 6 сыныпты бастауға оқуына дайындалдық. Күш жиналдық, енді біз бәріміз енді бір алақандай болып, осы 6 сыныпты жақсы бағамен бітіріп, ата-аналардың бізге салған күшін, бізді қолдап атқан күштарын енді сенімдерін жоғалтпай білім алу керек. Тамаша. Өте жақсы. Апа айтсам болады ма? Айта ғой. Аяжан. Біз бір-бірімізді көп айлар бойы көрген жоқпыз, бірақ оған біз кінәлі емеспіз, сондықтан да осы жылы 5 сыныпты біз басқа жылдар өткендей бізді көріп бітіремін деген ойдамыз. 5 сыныптың аяғында қашықтан оқуда кішкентай қиындықтар болды. Осы жылы оңай болады деп ойлаймын. Және де осы қашықтан оқыған кезде біз өзіміздің қандай білімді екендігімізді бар күшімізді салып көрсететін деген ойдамыз. Тамаша. Өте жақсы. Әбділақ, сізді тыңдайық. Айта ғой.
Әбдулла, тосып тұрмын. Жақсы, келесі бар ма оқушылар айтатын тағы да? Келесі қане? Жақсы балалар, иә. Енді бүгінгі сынып сағатын қорытындылай келе сіздерді бүгінгі бірінші қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге амандық, саулық тілей отырып, сіздерге енді өздеріңізде қандай сұрақтар бар, мазалап жүрген, қандай шешілмей жатқан мәселелер бар? Айта қойыңыздар. Сабақ кестесі бойынша балалар біз таңертеңгі сағат 11-ден 12:45-ге дейін балапан арнасынан телесабақтарын көресіздер, ал 12:45-тен кейін кәдімгі өзіміздің мектептің пән мұғалімдерінің ұйымдастырған сабағын тыңдайтын боласыздар. Ол сағат 3:30-ға дейін болады. Оның сабақ кестесін бүгін бізге кешке жақын жібереді. Мен сол кезде сіздерге жіберетін боламын. Ол біріншіден. Екіншіден балалар, біз сіздер күнделікті уақытта телефонға қарайсыздар ғой, уақытын қарайыншы неше болды сағат деп, сол кезде міндетті түрде телеграмда да бір қарайсап отырыңыздар. Өйткені көп оқушы кірмей отырады, мен хабарландыру бір нәрсе жазған кезде. Міндетті түрде хабарландыруды оқып, бір нәрсе сұрасам, маған жоқ жауап бере салыңыздар. Түкте қиын емес, өйткені мен іздеп нетіп қалам, таба алмай қалам. Өйткені менде де көп жұмыстар бар мына жақта. Келесі айтатыным, топ бойынша, барлық бала әр пән бойынша топта құрылу керек. Естіп тұрсыңдар ғой, балалар? Естіп тұр ма дауысым? Барлықтарың, әр қайсыларың өздерің үшін өздеріңе жауап бересіңдер. Сендер үшін басқа біреу жауап бермейді. Мысалы үшін біреу топқа кірмей қалса, саған Дина, Айлын, Әділ жауап бермейді. Айлын мен Дина айтты ма? Онда сразу өзіңді тексеріп ал. Болмай жазсаң, группаға жаз, мен анандай пәнде жоқпын, қалай кіруге болады, администратор кім деп. Бірінші өзіңді тексеріп ал. Одан кейін барып, қандай сұрақ бар, соны ортаға саламыз. Ол бір. Және де сіздерге тағы да айтайын, жалпы пән бойынша топ барлық пәннен құрылды, Бізде ағылшын пән мұғалімдері ауысты. Гүлжан Мамынова апайымыздың орнына Айжан апайымыз береді. Ол сіздерге таныс, бастаушыда бұрын сіздерге берді ғой? 6-шы Г сыныбының класс жетекшісі. Ол кісі топқа кірді. Жақсы. Енді орыс тілі пәндің бірінші, екінші топ мұғалімдері бірдей ауысты. Оларда сондай екен, дәстүр бойынша оларда бір мұғалім бір сыныпты алып 11-ге дейін шығармайды екен. Олар жыл сайын ауысып отырады екен. Сондықтан биылғы оқу жылында Айжан Тұрысбек қызының группасына Салтанат деген апай береді. Уазиф апайдың орнына Гүзира Халденина береді. Оның бәріне топ құрылды ғой, Тамаша. Келесі дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері ауысты. Бірінші топ, өйткені бізде Гүлнар апайымыз пенсияға кетті. Гүлнар апайдың тобына Қапсаметов Айбек ағай береді. Ұлдардың тобына Серікбай Ержан аға береді. Ол кісілер танысыңдар ғой? Таныс, өйткені ол кісілер бұрдан бізде жұмыс жасайды. Барлығы мықты, өздерінің еңбегін, өздерінің білімі бар, жоғары дәрежелі, өздерінің жоғары деңгейлі сарапшы, зерттеуші дәрежесін алған мықты мұғалімдер. Оларға топ құрғаннан кейін кішкене мәдениеттірек сөйлеп, берген тапсырмаларын тиянақты орындап, түсінбей жатсаңдар, кәдімгідей сол топқа жазыңдар. Ағай, апай, яғни біз мына жерде түсінбей жатырмыз деп. Егер де ол кісі оқымай жатса, онда маған жазасыздар, Келесі қай пән ауысты бізде? Көркем еңбек ұлдар ауысты. Зейнетай Бекзат деген ағай ауысты, Асқар ағайдың орнына. Оған топ құрылды ғой, ұлдар? Жақсы. Өлкетану, жаратылыстану дегенді өзі Айнұр апайымыз береді орнына. Музыка сабағы орында қалады. Қазақ тілі әдебиеті орында Индира апайымыз, математика Айжан апай орында, тарих Мөлдір апайымыз орында. Қайсы пән айтылған жоқ енді? Барлығын айттым ғой, не? Апай. Айта ғой, Даниял. Мысалы, бізде сабақ WhatsApp-та, Telegram-да, Zoom-да болады. Міне, жақсы. Жиналыстар Zoom-да болады. Жақсы сұрақ қойдың, Даниял. Тамаша. Менде пән мұғалімдері маған былай айтты, балаларында Zoom бар ма деді. Мен Zoom бар дедім. Өйткені Zoom бізде болса, мұғалім осылай тікелей бізбен бірге отырып сабақ түсіндірсе жақсы ғой. Жақсы ма сендерге?
Жақсы, иә? Иә, Ол кісі, олар былай айтты маған, кейбір күрделі қиын тақырыптар болады ғой? Қиын тақырыптар болады, иә? Былай бетпе-бет түсіндіруге келетін қиын тақырыптар математика сабағында. Сол қиын тақырыптарды осылай бетпе-бет түсіндірем деді. Өйткені мына жерде Zoom бетінде бүйтіп жазатын қарындашына дейін бар. Иә? Соның бәрімен бүйтіп жазып, мұғалім көрсетіп отырады сендерге. Иә. Түсінікті. Сол үшін Zoom керек. Басында бізде айтты ғой, ойбай, Zoom-ға кіргенде ол хакерлер ақшаны тартып алады екен, барлық мәліметтерді алып алады деп айтты ғой бізге, иә? Ол негізі өтірік дақпыр. Егер десе де өзіңнің қауіпсіздігің үшін қорықсаң, тіркелмей-ақ кіре салуға да болады екен. Бағана мен сіздерге видео сабақ жібердім ғой. Сол бойынша кіре салуға да болады, иә? Сондықтан кез келген мұғалім сіздерге қай платформа бар, анандайды құра аласыңдар ма десе, иә, құра аламыз де. Өйткені бізге керек балалар, иә? Ол бізге керек. Өйткені біз мұғалімге айта алмаймыз, ана платформаны қолдан деп. Ал мұғалім қандайды қолданам десе, біз соны үйренуге тырысайық. Өйткені ол бізге пайдалы. Біз өзіміз үшін ғана жұмыс жасаймыз ғой. Міне 6-шы сыныпта жыл сайын пән көбейе береді. Биылғы жыл былтыр өзі аз ғана пән оқығанбыз, биыл тағы да міне өлкетану қосылды, тағы қай пән қосылды. Так. Сол жарыстан өзі өлкетану 1-2 бөлім болды, қалғандар орында. Ал келесі жылы химия, физика, тағы немен тауық пәндер қосылуы мүмкін. Биология қашан қосылады? Биология бар, абайтану деген пәндер қосылады тағы да. Мен апай тағы да бірдеңе сұрайын деген. Мысалы, бізге сізден хабарлама келу керек қой, типа біз Телеграмда отырамыз или WhatsApp-қа сіз жібересіз хабарламаларды? Балалар ана сыныптың WhatsApp-ның группасынан бірақ шығыңдар. Тек қана Телеграммен отырамыз. Түсінсіз ғой, е? Телеграм. Өйткені Телеграмның өте тиімді. Сауалнама алуға да, үй тапсырмасын тексеруге де, және сыйымдылығы жағынан. Ол телефонның ішіндегі памятін алмайды екен. Өте тиімді, жеңіл жіберуге болады, жеңіл алуға болады екен. Сондықтан ана WhatsApp-тағы 6-шы А класс деген группадан шығып кетіңдер, оның бәрін өшіп саңдар, тек қана Телеграмда отырыңдар. Телефонды ашқанда тек қана Телеграмда аш. Өйткені Телеграмда. Ал енді барлық пәннен әрқайсы пән мұғалімдері өздері тапсырма жіберіп отырады, сонымен ғана жұмыс жасайсыңдар. Мен тек қана қандай жаңалық болады, соны ғана сіздерге жіберіп отырамын. Түсінікті ғой? Бізде робототехника болмайды, болмайды, оны айтқан жоқ әлі. Информатикада қалады ғой, иә? Информатика дұрыс орында қалды екеуі. Тағы да сұрақ қойыңдаршы, мен өйткені ұмытып қалдым. Қайсы тағы неме айтушы едім мен? Так. Мына жерде Зүлфи Бислам кіріп отыр ма? Кіріп отырған жоқ. Жақсы. Так, мына Zoom-мен жұмыс жасаған жақсы, барлығымыз үйреніп алдық қой. Иә. Тамаша. Тағы қандай сұрақтар бар? Нұрмұхамед, бар ма сұрақтар? Айта ғой. Ата-аналар Телеграмнан жазады ма? Ата-аналар ма? Так, сұрақтарымды қоя беріңдер, мен тексеріп алайын. Так, Ислана бар ма? Ислана жаңа кіргесін, қайтасың? Так, Жасмин бар, Жұлдыз бар, Дина бар, Аяжан бар, Балжан. Жаңа Балжан болған. Балжан отыр ма? Балалар айтыңдар. Так, Айша сұранды, Нұрмұхамед бар, Әбдуллах бар, Әлем. Әлем қайда? Так, Әлем бар ма? Так, Камила бар, Нәби, Ахметқан бар, Мила бар, Айлым бар, Елжан бар, Ислам бар, Әлинұр бар, Нұрәли жоқ, Әмир мен Тайыр сұранды, Айзере бар, Әділ бар, Ирамир бар, Әлижан бар, Айзере Тоқтаубаев Айзере бар, тамаша. Даниял бар, Зүлфи Ислам жоқ, тамаша. Одан кейін балалар, біз әрқайсымыз 19 кітап алдық, иә? Иә. Бірақ кейбір балаларға кітап жетпей қалған, Жасмин саған кітап жетпей қалған, білесің бе? Айзереге, Тоқтаубаев Айзереге кітап жетпей қалған. Және Нұралиге кітап жетпей қалған. Жетпей қалған кітаптарды мен алған кезде сіздерге хабарландыру жазам. Қай күні келіп алып кетесің, сол күні баласың, жақсы ма? Түсінікті ма балалар? Апай, бізбен Zoom-да кім отыр? Арғынбек Айтжамал деген кім? Иә. Мектепте біздің сабағымыз тексеріп отыр.
тәрбие бойынша біздің сабағымыз тексеріп отыр, сондықтан бәріне дұрыс жауап беру керек. Иә. Өзін ұстанудан бізде Алмагүл апай қала ма? Өзіне ұстанудан Алмагүл апай өзі қалады. Тағы қайсы Апай, сұрақ қойсам болады ма? Болады, қоя қой. Апай, біз таңертең оқимыз ба? Жоқ, Жаңа мен айттым ғой. Біз таңертең сағат 11-ден 12:45-ге дейін телеарна Балапан арнасының сабағын тыңдайсыздар. Одан кейін мектептің өзіміздің пән мұғалімдерімізбен сабақ болады. Сағат 3:30-ға дейін. Жақсы. Так, өте жақсы балалар, тағы да мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Барлық жаңалықтар болса мен тағы да группаға жазып отырамын. Тағы сіздерден бір ерекше өтініш. Мен бір нәрсені сұраған кезде бірден жауап беріңіздер. Жарай ма? Жақсы. Жақсы, онда қоңырауымызды Апай. Апай. Айта ғой. Сұрақ бар ма? Сабақ ертеңнен басталады ма? Бүгіннен басталатын дайындық сабақтары бар, оны көруге болады. Балапан арнасын қосып көре беріңдер, дайындық сабақтарын. Ал негізгі сабақтар ертеңнен бастайды. Жақсы, жарайды, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Görüşürüz.